Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі пән тақырыбы тоңазытқыштың негізгі құрылғылары. Тоңазытқыштың негізгі құрылғылары ең маңызды элемент, яғни тоңазытқыштың жүрегінің рөлін атқаратын элемент бұл компрессор болып табылады. Компрессор негізі ауаны, газдарды, буды тиісті қысымға дейін сығатын машина немесе мотор болып табылады. Компрессор тоңазытқышта негізгі атқаратын қызметі буландырғыштан келген фреонды, яғни хладагентті тиісті қысымға дейін сығып, қысымын арттырып, қысым арттыру арқасында оның температурасын да арттыруға жұмыс жасайтын элемент болып табылады. Тоңазытқышта кездесетін компрессордың түрі бұл поршенді компрессор. Поршенді компрессор, яғни суретте көрсетілгендей, негізгі бейнесі осындай. Поршенді компрессордың бұл жерде біз компрессордың жұмыс системасының, жұмыс схемасының қандай екенін көріп тұрмыз және қандай элементтерден тұратынын тамашалайық. Компрессордың өзі бұл стартер, ротор және поршеннің өзімен тұрады. Поршеннің атқаратын қызметі буландырғыштан келген фреонды сығып және қысымын арттырып, қысым арттыру арқасында температурасын да арттыруға арналған құрылғы болып табылады. Бұл жерде көріп отқанымыздай қысым артқан сайын фреонның температурасы артады. Осылай бұл компрессордың негізгі қызметі қысым арттыру, яғни фреонның қысымын арттырып, қысымға байланысты температурасын арттыру. Аталып өткендей, тоңазытқыш компрессоры тоңазытқыш қондырғыларда хладагенттердің өздері фреонды немесе аммиакты және тағы басқа хладагент түрлерімен бөлінеді. Яғни тоңазытқыш компрессор бұл хладагенттердің буындарын қысуға және жылжытуға, сығуға арналған құрылғы. Бұл қысу кезінде, яғни фреон қысу кезінде қысымы ғана емес, температурасы да артады. Яғни қысым температураға тура пропорционал болғандықтан, қысым арту арқылы температурасы да артады. Компрессордың ең танымал түрлері бұл поршенді, ротациялық, спиральді, бұрандалы, яғни винтті компрессор және ортадан тепкіш компрессор. Бұл компрессорлерге алдағы сабақтарда толығымен тоқталамыз. Қазір тоңазытқыштың негізгі құрылғыларын, тағы басқа қандай құрылғылары бар, соларды көрейік. Тағы бір атап өтетін жайт, поршенді компрессорлерде поршендердің саны 1-ден 12-ге дейін барады. Яғни бұл тұрмыста қолданылатын тоңазытқыштардың түрлеріне байланысты поршенді компрессордың поршендерінің сандары да соған байланысты өзгереді. Келесі тоңазытқыштың негізгі элементі бұл компрессордан кейін сығылған тоңазытқыш агенті, яғни фреон келесі жүйеде конденсаторға барып түседі. Конденсатордың негізгі қызметі бұл сығылған газды салқындатып, оны сұйықтыққа айналдыру. Конденсатордың атқаратын қызметі бұл
газ тәрізді күйден, заттың бір газ тәрізді күйден сұйық тәрізді күйге немесе кристалл затқа айналуын жүзеге асыратын аппарат. Яғни конденсаторда компрессордан келген сығылған температурасы жоғарғы фреон конденсаторда конденсация процесіне ұшырап, газ тәрізді күйден сұйық күйге ауысады. Тұрмыстық тоңазытқыштарда қолданылатын тоңазытқыштардың конденсаторларының түрі, конденсатордың бейнесі осындай. Конденсатордан шыққан газ тәрізді күйден сұйық, келесі конденсатордан шыққан газ тәрізді күйден сұйық күйге ауысқан фреон сүзгі кептіргішке, яғни фильтр осушительге барып түседі. Сүзгі кептіргіштің негізгі қызметі сұйықтыққа айналған хлорагенттердің, яғни фреондардан ылғалды алып тастау. Сондай-ақ жүйедегі фреонның ластануын қорғайтын тоңазытқыш элементі болып табылады. Бұл конденсатор мен капиллярды түтіктің арасында орналасады. Сүзгі кептіргіштің ұзындығы 90 мм-ден 170 мм-ге дейін, және диаметрі 16 мм-ден 30 мм-ге дейін барады. Екі шетінен оралған металл түтікшенің кесіндісі болып табылады. Сүзгі кептіргіштің ішінде адсорбенттер бар. Бұл адсорбент ылғалды сорып алатын түйіршіктер түрінде кездесетін, диаметрі 1,5-3 мм күйінде болатын кішкентай түйіршіктерден тұратын элемент. Яғни бұл жерде көріп отқанымыздай, міне бұл сүзгі кептіргіштің негізгі бейнесі, және ішкі бейнесі бұл адсорбенттер. Міне 1,5-3 мм-ден тұратын ылғалды сорып алғыш құрылғылар.